Бүгін сіздерге Фараби арнасы Google картадағы бір түрлі қызықты және қорқынышты жерлерді ұсынады. Видео сипаттамасында осы жерлердің координаталарын қалдырамыз. Видео соңына тамаған кезде Қазақстандағы барлығы бір түрлі деген жерді айтып кетеміз. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Фараби ұсынатын Google картасындағы ең бір түрлі жерлер. Бұрынғы Америка тұрғынның басына ұқсайды. Қысқаша айтқанда үндіске. Мән беріп қарасаңыз, осы үндістің құлағында құлаққаптың бейнесін көресіз. Шынымен де ұқсайды екен. Бұл құлаққап емес, іс жүзінде бұл жолдар мен мұнай ұңғымалары. Бұл алып үшбұрыштың пайда болуы туралы ойлар көп. Оның өлшемі керемет. Бұл үшбұрыштың ұзындығы 1200 метрді алып жатыр. Ол ақш аумағында Невада штатының Мохаве шөлінде орналасқан. Батысқа қарай 73 шақырымнан кейін тағы бір үшбұрыш орналасқан. Ол жоғарыдағы екі санымен ғана ерекшеленеді. Алмастың қандай бағалы тас екенін бәріміз білеміз. Бұл жер Ресейдегі Мирный ауылындағы алмаз қазатын орын. Африка материгінде орналасқан Ливия мемлекетінде осындай жұмбақ қара нүктелер орналасқан. Бұл нүктелер нені білдіретінін білсеңіз, пікір қалдыра кетіңіз. Біз де біліп жүрейік. Ал оған дейін бұл нүктелер біз үшін жұмбақ болып қалады. Көбісі бұл белгіні шайтанның белгісі деп айтады. Негізінде бұл белгі шайтан мен дінге ешқандай қатысы жоқ. КСРО заманында бұл жерге үлкен паркі бар балалар пионер лагерін салу жоспарланды. Сол үшін Кеңес одағының символы ретінде жұлдыз түріндегі ағаштар отырғызылды. Лагерь сол күйі ашылмады. Жер серігі түсіріліміне байланысты саябақ бүкіл әлемге танымал болды.